аңшындар естеп көпшен айтады тұмарлар деген сияқты, тұмардың әскерлері деген сияқты. Мына орыстың обыда көпше жалғау негізі, мысалы романовтар деген сөз, романдықтар, романдар деген сияқты. Бұл негізі еп деген фамилия негізі құлдарға, анау басыбайлы шаруалардікі. Мысалы мен Серикжан деген жер иесі бай болсам, менің қол астымда жаңа 100 шаруа мұжық болса, оның бәрін Серикжанов дей салады, бітті. Олар менің құлдарым, ат жоқ оларда. Ей сары, ей көк, ей шегір, ей ақсақ, ей тоқсақ деп шақырады. Кейін олардың бәрін құжаттастырған кезде, олардың бәрі Серикжанов болып кетті. Ол шын мәнінде менің ұрпағым емес, мен сатып алған басыбайлы құлдар олар. Аты да жоқ. Ол ананың алып, мынаның үйлендіріп, ана бір еркекке екі қатынды алып үйлендіріп, олардың баласы басыбайлы шаруа болып, гектарлаған жерімдегі сөйтіп өткен сияқты дүние. Енді сол орыстың тек құлдарға арналған обебін міне біз әлі қолданып жүрміз. Бұлай қарап отырсаң, сорлы қазақ бір шетіңде орыс, бір шетіңде Қытай, бір шетіңде Қызылбас,